Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы 36-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қайталау сабағы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы және жаттап ал. Аға ақылы. Жаман сөзге ермеші, намысыңды бермеші. Ел сенімін ақташы, абыройды сақташы. Әкім Ысқақ. Өлең неліктен аға ақылы деп аталған? Балалар, себебі аға өзінен кіші інісіне немесе қарындасына ақыл айтып жатыр. Жаман сөзге ерме, ел сенімін ақта, абыройыңды сақта деп жақсы сөздер айтып жатыр. Сенім, абырой сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ата. Сенім сөзінде с әріпі дауыссыз, е дауысты, н дауыссыз, дауысты, м дауыссыз әріп екен. Абырой сөзін талдайық. А дауысты, б дауыссыз, дауысты, р дауыссыз, о дауысты, и дауыссыз дауыс екен. Сөздің жуан немесе жіңішке айтылғанын қалай білеміз? Оларды біз дауысты дыбысқа қарап анықтаймыз. Егер де сөздерде жуан әріптер болатын болса, а, о, деген жуан дауысты дыбыстар болатын болса, сөз жуан естіледі. Ал жіңішке дауысты дыбыстар болса, е, ө әріптері болатын болса, онда сөз жіңішке естіледі екен. Жақсы, келесі екінші жаттығу. Кесте бойынша сөздерді тауып жаз. Жіңішке айтылатын сөздер, жуан айтылатын сөздер. Жіңішке айтылатын сөздерге сенім, кітап, өмір, өлең, көптеген сөздер жатады. Ал жуан айтылатын сөздерге абырой, жаман, намыс, жаңалық, балапан деген сөздер жатады екен. Үшінші жаттығу. Сөздерді тасымалдап жаз. Жеңіс, жауынгер, балапан. Үш буынды сөз екен. Жақсы, келесі төртінші жаттығу. Тасымалданбайтын сөздерді тауып айт дейді. Оқушы тасымалданады. Ақыл тасымалданады. Ес тасымалданбайды, себебі бір ғана дауысты дыбыс тұр, е. Бір тасымалданбайды. Күшік тасымалданады. Терезе тасымалданады екен. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар.